Сәлеметсіздер оқушылар, қазақ тіл сабағын бастаймыз. 45-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы уақыт әлеміне саяхат, түбір мен қосымшаның жазылуы. 30-ші жаттығу мәтінді тыңда. Жоғалтып алған күн. Бірде Витяның ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайын лақтырып жіберіп, бір күнімді жоғалтып алдым дейді. Досы кеткеннен кейін Витя ағасынан күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалған істер және тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді деп жауап бере отырып ағасы ары қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамағанын немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен, жоғалып жоқ санатында есептелетін күн деп саналады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында: "Бұл күнім босқа кеткен жоқ па? Мен оны жоғалтып алған жоқпын ба?" деп сұрайтын болды. Әсеева аударған Сейсенова. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталады? Өз ойымен бөліс. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесең, онда бұл күніңді босқа өткіздің деп есептей бер. Нақыл сөзінің мәнін топта талқыла. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшаларының жуан жіңішке болып жалғану себебі неде деп ойлайсың? Әрбір уақытты және күнді дұрыс пайдаланбайтын болсақ, бір күнді жоғалтып алумен тең. Сол себепті босқа кеткен күнді жоғалтып алған күн деп мәтінге ат берілген. Бір күнді пайдалы, тиімсіз ешбір жоспар құрмай өткізсек, біздің бүкіл өміріміз босқа өтпек. Пайдалы кітап оқу күнді босқа жібермеудің өзі білімді болудың бір қасиеті. Ағасының баласының әңгіменің түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Ал соңғы буыны жіңішке болса, қосымшалар да жіңішке болады. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар жуан болады. Мысалы, адамдардың. Түбірі сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Суретшілер. 31-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаз. Уақыт жылжиды, сағат өтеді, уақыт тез жүреді. Кезек күтіп тұрғанда уақыт баяу жылжиды. Айдос мектебіне бару үшін жарты сағат жүреді, уақыт тез өтіп жатыр. 32-ші жаттығу: сурет бойынша әңгіме құра, жұбыңа баянда. Оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдір. Мен отбасыммен Думан ойын-сауық орталығына бардым. Ол жерден жануарлар әлемі бөліміне кірдік. Ол жерде түрлі жануарлар бар екен. Соның ішінде маған қызықты болған динозаврды көрдім. Ол туралы біраз қызықты мағлұмат алдым. Ежелде бұл жануарлар түрі кең тараған және басым бөлігі 160 миллионға жуық жылдар бойы мекендеген екен. Олардың түрі өте қорқынышты. Динозавр жайлы мәліметтер мені қатты қызықтырды. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.